Жақын уақытта баспаналы болғысы келетін ағайынға құлақ қағыз, елімізде тұрғын үй бағасы арзандауы мүмкін. Дәлірек жаңа жыл қарсаңында маусымдық құлдырау күтіліп, құрылыс компаниялары бұрын соңды болмаған жеңілдіктер ұсынуы ықтимал. Алматылық риэлторлар солай деп болжап отыр. Сарапшылардың пікірінше бүгінде нарықта баспананы сатушылар емес, оны сатып алушылар басты ойыншыға айналған. Яғни бағаны соңғылар бекітеді. Ал егер пәтер иелері мұнымен келіспесе, басқа жалпы үрдістен хабар жоқ, аңқау біреу сондай сатып алушыны іздеуге тура келеді. Бұл ретте астаналық риэлторлардың пікірі басқаша. Үйлер қазіргі бағадан тағы арзандауы екіталай дейді. Салыстырмалы түрде алсақ, 2021 жылдары біз НПФ-ке ақшалары бөлінгендіктен біздің Астана қаласында бір бум, пәтерлер арасында бум болды деуге болады. Сол кезде бағалар бірден өсіп кетті. Бүгінгі 23 жылдың желтоқсан айына алсақ, ол бағалардың бәрі түсті деуге болады. Орнықты. Енді ары қарай түсе ме, түспей ме деген сұраққа менің ойымша түспеуі мүмкін. Себебі қазіргі таңда халыққа бір қолайлы ипотечный программалар саны аз.